Ассалаумағалейкум достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде кезекті сабақ Vivo видеоға видео обзор болады достар. Бұған дейін сіздер бұны қолданып білетін шығарсыздар, бірақ та мен бүгін үтір нүктесіне шейін сіздерге түсіндіретін боламын, және сіздер білмейтін бір-екі функциялардың құпиясын аша кетемін. Бұнымен сіздер видеоблог түсіруге өте ыңғайлы, және де ішінде интролар жасауға ыңғайлы, және де айта кетер достар, бұл видео екі бөлімнен тұрады. Біріншісі таныстыру, екіншісі бізде монтаж жасайтын боламыз. Сонымен Vivo видеоға кірейік. Біз оны қайдан скачать етеміз? ВК-ға кіреміз, PixArt.kz группасына кіреміз, және де обсуждение бөлімі. Мінекей мына жерде обсуждение бөлімі бар. Көп қойылатын сұрақтар деген бөлімге кіреміз достар. Мінекей көп қойылатын сұрақтар. Егер сіздерге PixArt-ты түсінбей жатсаңыздар, мінекей барлық көп қойылатын сұрақтар осы жерде достар. Сіздердің ойларыңыздағы сұрақтың барлығы осы жерде. Қазақша шрифттерді қайдан аламыз, PixArt-тың тегін версиясын қайдан аламыз, киномастерді, логотипін сіз немесе G5, G7-дерге қалай басамыз, керексіз папкаларды қалай удалить етіп жібереміз. Енді сіздердің ойларыңызда жүрген барлық сұрақтар осы жерде. Ең соңында мінекей мына жерде Vivo Video Pro версиясы, яғни барлық стикерлер, эффекттер тегін Vivo Video деген жазуы толық жоқ версиясы деген достар. Мінекей видеода толық таныстырылған, видео енді салынады ол жерге. Достар, мінекей сол жерде көрсетілген ссылканы басамыз, яғни сілтеменің үстін басамыз. Сілтемеден бірден сіздерге Chromeға немесе өздеріңіздегі бір браузерге апару мүмкін. Одан әрмен қарай диск, яғни Google дисктің үстінен таңдаймыз достар. Мінекей Google дисктің үстінен таңдап өздеріңіздің аккаунттарыңызды басып, окей батырмасын басасыздар. Әрмен қарай енді сіздер диск ашылады. Енді достар, кішкене загруз ету мүмкін, одан ешқандай да мұңаймаңыздар. Міндетті түрде скачать етіледі достар. Мінекей мына жерде үш нүктені басамыз, скачать батырмасы содан кейін шығады. Енді менде достар өзімнің дискім болғасын, менде мынадай қосымша функциялар шығып тұр. Сіздерде міндетті түрде осындай скачать деген батырмасы шығады. Скачать деген батырманы басып, скачать етіп аласыздар, яғни өздеріңізге тартып аласыздар. Жоғарыдан скачать батырмасы уже басталды. Енді әрмен қарай біз мой файлға кіріп, мінекей қайта көрсетейін, мінекей мой файлға кіріп, память устройствоға кіреміз. Мінекей барлық скачать етілген файлдар мінекей осы папкаға кіреді. Бұның атауы толық қалай аталатынын білмеймін. Осы уақытқа шейін неге екенін дұрыс айта алмаймын. Vivo Video мінекей микропро версиясы. Дәл осыны установка жасаймыз. Мінекей установканы жасаймыз, яғни телефондарыңызда бар Vivo видеоны өшіріп тастаңыздар достар. Енді киномастермен салыстыруға келмейді, бірақ та бұның өте бір керемет жақтары бар. Vivo видео дәл осылай установка жасалады достар. Әрмен қарай Vivo видеоға кіріп танысуды бастаймыз. Видео түсіретіндерге достар, бұл керемет видео. Менің жұмысым деген айдарында мен видеоны осымен түсіретінмін. Аппақ беті теп-тегіс әдемі қылып түсіреді достар. Бірінші ол снять деген батырма. Мінекей снятьқа кіреміз достар. Бұл жерде яғни стандартный болып тұрады. Егер широкий, яғни толық экран түсіргілеріңіз келсе, жоғарыдағы мінекей широкий батырмасын бассаңыздар, мінекей толық экран. Ол кезде камераны қисайтасыздар. Мінекей енді дәл осы жерде мінекей обычный деген жерде тұр достар. Қазір мен стандартыға қайда қойған. Мінекей обычный деген жерлердің түрлі функциялар таңдайсыздар. Мына жерден эффекттер. Бірден эффектпен түсіре берсеңіздер болады достар. Бұлардың яғни эффект демекші фильтр. Бұл жерде фильтр деп аталады. Фильтрлермен түсіре берсеңіздер болады. Киношный фильтрлер, түрлі фильтрлер бар. Ал мына жерде скорость, яғни қазір айфондарда хит болып жүрген адамның жай қимылдатып қоятын. Бұл да автоматты түрде бұларда бар. Мінекей аудио, запись, барлық функциялар қарастырылған. Обычный батырмасы достар. Мінекей бұл жердің снят шынында да ерекше достар. Сенбесеңіздер өздеріңіз кіріп көріңіздер. Селфи батырмасы бірден эффектке кіріп кете салайын. Мінекей эффектте достар. Мінекей кішкене музыкасын тыңдаған боларсыздар. Мінекей готовый эффекттер достар. Бұл жерде готовый осындай прям дәл түсетін, сіздер видео түсіріп жүрген кезде прям түсетін. Мінекей селфи деген батырма. Енді ол достар селфи дегенді көрсетпей кетіппін. Мінекей қазір мен көрсетіп жатқанымыз музыка, яғни бірден музыканы қойып достар видео түсіре берсеңіздер болады. Себебі бір қолдарыңызға музыканы қойып, бір қолдарыңызға видеоны алған кезде шум болып музыка естіледі. Ал дәл осымен түсірсеңіздер прям тұп-тұнық болып түсіріледі. Қазір көрейік. Енді мынау скриншот кетіп жатқасын кішкене қатады достар. Мінекей видеоклип міндетті түрде сіздер селфи деген функция бар достар. Сіздерге бір құпия болып қалсын, соны міндетті түрде қолданып көріңіздер. Ол видеомен, ол селфимен керемет видео түсіресіздер. Прям қыздарға арналған, егер тек қана фотода ғана әдемі түсемін деп ойласаңыздар, бұл да видеомен де керемет түсесіздер. Қазір мен көрсетіп жатқан коллаж деген батырма достар.
Бұда сіздер қосымша двойной егіздеріңіз жасауларыңызға тіптен керемет деген функция болады достар. Мінекей бірінші бір бетін түсіріп аласыздар. Дәл осы жерде жоғарыда көрсетілген мінекей екінші бетін түсіретін кезде міндетті түрде басып тұрасыздар. Енді бірінші видео қанша секунд, бұл екінші видеода тура сол секундпен түсіреді. Мінекей 4-4 екеуі бірдей болады. Автомат түрде бірден сіздерге рабочий столға апарады. Дәл осы жерден көрсеңіздер болады. Енді арттарыңызда ақ фон болсын достар, міндетті түрде ақ фон болсын. Екеулеріңіз екі шетте тұрсаңыздар, ортада ешқандай білінбейді. Керемет түсіреді дегенге сендім. Әрі қарай смешно деген батырма бар достар. Енді бұлар кәдімгі қарапайым смешно нелер, оны кіріп көре бересіздер. Мен сіздерге қысқаша түсіндірейін. Слайдшоу деген батырма достар. Бұл жерде слайдшоу, яғни жай ғана тупо слайдшоу жасайды достар. Бұл суреттер таңдап аласыздар да, автомат түрде сіздерге теманы, переходты, эффектті, музыканы барлығын өздері таңдап береді. Бұл таза еріншектерге арналған. Яғни инстаграмда көретін шығарсыздар осындай готовый суретпен бетіндегі интроның сәйкес келмей жатқан. Әрмен қарай достар, мына бетте қазір изменитке кірмей тұрып, мына бетте көрсете салайын. Мына бетте жаңа коллаж деген түр бар, енді отдельный, яғни жаңа біз нені істесек, бұл коллаждың отдельный функциясы бар. Мына жерде қазір мына бетте FX деген батырма бар, оның да отдельный функциясы бар достар. Мінекей, дәл осылай шығады. Енді сіздер бұны қолдану үшін сіздерге плюс батырмасын көрсетіп қойған. Қазір мен біреуіне плюс батырмасын басып сіздерге көрсететін боламын. Мінекей, плюс батырмасын басасыздар, бірден видеоға барады. Мінекей, мына жерде бір видеоны таңдап алайық. Ана видео қанша секунд? Бұл да сол секундқа байланысты достар. Мінекей, мынаны барынша қысқартып ала салайын, пока что жай ғана түсіндіру. Енді ойланып тұрған кезде видео, өткенде біз үйде осындай бір керемет видео түсірген болатынбыз. Алдағы уақытта енді егер менің ойымнан шығып жатса, сіздерге бұл урокты шығарамын. Бұл урок сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей, екеуі екі түрлі достар. Мінекей, енді бұны бір басқа функцияларға ауыстырсаңыздар болады, тура осылай сақталады достар. Мінекей, қазір көрсетейін. Мінекей, 16:9, мінекей, 16:9 деген батырма дәл осылай екеуінің қасынан бір музыка тартып жатады, біреулер бір жасап жатады ғой, білесіздер. Мінекей, жалғыз бұл емес, бұл жерде кереметтей функциялар көп достар. Яғни өздеріңізде түрлі видеолар істеуге болады. Киномастердің бір ұнайтын жерлері осы достар маған. Енді әрмен қарай бұны көрсеттім деп ойлаймын барынша. Енді өздеріңіз әрмен қарай жақсылап ақтарып не қылып түсініп аласыздар. Удалить бұл функциядан шығып кете салайық. Әрмен қарай енді мына жерде студия және материал эффект деген көрсетпей қойын. Ол жерде тура жаңа снятдағы эффекттер. Ал мына материал деген жерде достар сіздерге өзіңізге керекті переход барлығын осы жерден скачать етесіздер. Ал мына студия деген достар, жасалған жұмыстарыңыз осы жерге сақтала береді достар. Қашан экспорттап немесе сіздер мінекей 3 точканы басып удалить етіп тастамағанша, мінекей шетінде тұратын 3 точканы басып удалить деген батырманы басып удалить етіп жіберсеңіздер болады. Ал егер сіздер проектіні аяқтамасаңыздар, дәл осы жерде сохранить етіліп тұрады. Егер экспорт жасалса, мына жерде көрсетіліп тұрады. Видеоны экспорт жасалды деген. Мінекей 3 точканы басып удалить етіп тастай салайық. Қалған проекттер тұра берсін, менде бұл әлі біткен жоқ, бұл проекттер әлі де жасалады. Енді изменит жаңағыдан бері келе жатқан. Енді изменитпен біз видеоны да монтаждаймыз, фотоны да монтаждаймыз бұл жермен достар. Достар, енді бұл жерден видео болып бөлініп тұрады, фото бөлініп болып тұрады. Мінекей, енді дәл осылай тұрады достар. Мына жерден әрмен қарай өздеріңізге керекті видеоларды скачать деп кешірім сұраймын. Өздеріңізге таңдап аласыздар түсірген видеоларды. Барынша қысқа қылып түсіріп алыңыздар, себебі монтажға өте удобно және ыңғайлы болады. Мінекей, мына жерден добавить батырмасын басамыз. Енді әрмен қарай птичканы басып киномастер сияқты белгілеп кете береміз. Достар, видеоның бірінші бөлімі аяқталды. Егер сіздерге екінші бөлімдегі біз монтаж жасайтын боламыз, астында сілтеме бойынша кіріп көрсеңіздер болады.